Короче, бір тамада бар екен да, енді начинающий тамада ғой. Оны ғана басқарылады екен. 11 адам болса жинай алмай қалады. Бардак болып жинай алмай қалады екен. Сол бір күні тамада 10 адам басқарғасын аз ақша төлейді ғой. Басқа тамадалардан қарап құныққан ғой. Менде көп адамдық той алып, көп ақша таппаймын деп. Көрейін деген ғой. Көрейін деген ғой. Өсу керек деп, карьера деп. Сонан 200 адамдық той алған. Сен өтіз аласың ба, жыртам деген ғой тойда. Сөйтсе ана бандиттардың тойы болып шықты да. Бірінші тостан жинай алмай қалған халықты. Ана жерде айқай шу төбелес, атыс быт-шыт болып кеткен. Той біткеннен кейін тамадамен әңгімелеспеді вообще олар. Оре ұрып Дарияның көпірдің ортасынан сылып алады жүрген ғой. Соны жүз алмай деген страшно, ана жерде шылауға бірдеңдер ақып жатқан, космишологымен түскесін, ана көтеріп аға берген. Шетке қарай жүріп шығайын десе жүз алмайды. Соны кеткен шиелінің тұсына барған ғой, азан бауы. Сөйтсе шиелінің блатной бейде, күнде Дарияның жағасынан таза ойжыда деген, таң атпай. Сөйтсе қанда деп кәдімгі. Ұзын ағашты алды. Ағашты мақтыпта тамадаға. Ұшынан ұстап. Сен құтқарам депті, бірақ қоғамға қандай пайдаң бар депті да сен. Пайдаң бар болса құтқарам. Пайдаң жоқ болып қалса, ондайлар тола депті мына жақта. Құтыламай отырмыз деп. Сөйтсе, аға, тамадамын деген ғой. Ойбай, мыналар қоғамға керек депті. Қазір халықтың мазасы жоқ, кредит, анау, мынау. Осылар анекдот айтып күлдіреді халықты деп. Сенің қоғамға пайдаң бар, құтқарам деген ғой. Как раз жақында балама той істейін деп тамада керек деп. Тамада ағашын сатып, аға, тойыңызда қаншадан болады деген ғой. 500 десе, әші, ағы бар деп. Ағы бөлі